Ең алдымен облысқа медицина мамандарын тарту үшін арнайы бағдарлама әзірлеу керек. Жергілікті кадрлардың біліктілігін арттыру маңызды. Сондай-ақ облыстық перзентхананы күрделі жөндеуден өткізіп, жабдықтаған жөн. Атырауда жаңа онкологиялық диспансер салу мәселесін пысықтау қажет. Облыста бірқатар денсаулық сақтау нысаны салынатын болды. Құрылыс жұмыстарын келесі жылы бастау керек. Ана мен баланың жалпы тұрғындардың денсаулығын сақтау елдің даму деңгейін айқындайтын көрсеткіштің бірі. Біз денсаулық сақтау саласына барлық ресурсты, күш-жігерімізді жұмылдырамыз. Осы орайда мен синтетикалық есірткі мәселесіне ерекше назар аударғым келеді. Өкінішке қарай, адам психикасына әсер ететін заттар тез таралып бара жатыр. Сіздер жақсы білесіздер. Бұл өте қауіпті үрдіс. Қазақстанда есірткіге тәуелді 110 мың адам есепте тұр. Оның ішінде балалар да бар. Бұл біз білетін мәлімет қана. Осы ретте Ішкі істер министрлігі есірткіге қарсы күресті тиімді жүргізуін талап етемін.